Нақыл сөздердің мақсаты мынау: даналық пен тағылымды білдіріп, парасатсыз сөздерді ұғындыру, әділдік, дұрыс сөз, ақ ниетке бағыттап, тәрбиелі, саналы өмірді иеленту, ақылы толмағанға ақыл беріп, жастарға білім, саналылық сыйлау, саналы жан тыңдап, ақыл кеңес табады, дана жан біліміне білім қосады. Осылай нақылда астарлы сөздерді, данышпан адамдар айтып кеткендерді, һәм олардың жұмбақтарын түсінеді. Білімнің бастауы, жаратқан иені, терең қастерлеп оған мойынсыну. Ал Құдайдан безген надандар болса, елемейді даналық пен тәрбиені. Балам, әкеңнің тәрбиесін тыңда, шешен берген тәлімнен де бас тартпа. Олар басындағы тәждей тамаша, мойындағы моншақтай ұнамды да. Нақыл сөздер 1-ші тарау 1-ші аяттан 9-ші аятқа дейін.